Сәлем достар. Бүгін мен Адинаға пранк жасайын деп жатырмын. Қандай пранк дейсіздер? Жесткий пранк. Адинаны асырап алдық деген видео түсіремін. Мен қорқып тұрмын өзім. Адинаға ондай видео түсірмеймін достар. Кеттім енді қазір Адинаны шақырып алып түсіретін боламын. Адина! Жүрші бір нәрсе айтам. Мен видео түсірейін. Я білем, бірақ жүрші бір нәрсе айтам. Сені, мама мен папа біз асырап алдық. Несін? Білесің ғой, біз асырап алдық. Несін асырап алдық? Потому что енді асырап алдық. Енді біз сені асырап алдық, потому что жүрсе ары қарай айтам. Жүріп айта берейік та, біз сені тумағанбыз. Мама, есікті сыпырып жүрген ауылды. Бұрында да, бірақ ол... Қасала естейді? Ол істелмейді, видео түсірме деген сөз. Саған бұрында мама есік алып сыпырғанда есікке, бір адам тоқылдатып тұр. Ей, көрме, үнінді өшірші бірақ. Үнін өшір, мен тыңдайсың ғой. Сосын бір коробкада сен жатсың. Ол ма десек сен екесің, потом сен екесің, сосын сені асырап алдық. Сәлем достар деш. Видео түсіріп жатырмын. Сені асырап алдық. Асырап алдық деймін. Білесің ғой? Енді, маған звондап жатыр. Ана қызыл телефон бар ғой мен өзімнің ше. Маған звондап жатыр. Адинаны қайтарыңдар. Менің қызым, сендерге асыруға бергем. Қайтып бересіңдер ғой өскен кезде деп. Бір апа маған жазып жатыр. Сен апаның қолында өскенсің. Жоқ, өспеген. Маманың торында өскен. Ай, шасына, оттың ғой. Сені соны асырап алдық. Мен өзім баяғыдан білем, Адина. Маған сенсейші? Сенбеймін. Мама туды мен. Бұл саған пранк. Конечно, мама туды қалай тумайды. Қарсы, достарға, мен достарға асырап алдық деген видео түсірдім. Енді пакетик. Ренжімейтін шығарсың. Достарсың түсірдім ғой, Адина. Достар айтты ғой маған. Ренжіме. Сау болыңдаршы де, хотя бы. Пока.